барлығына сәлем. Қалайсыздар? Бүгін бізде өте спокойный, жаймен, больше разговорный, сондай АСМР. Барлығымыз басня не екенін білетін шығармыз. Оны мысалдар деп аударған. Осыдан орыс жазушы Иван Крылов жазған баснялар, соларды аударған қазақшаға. Оларды көп кісілер аударған: Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынов, Абай Құнанбаев. Мен Абай Құнанбаевтың басняларын аударылған мысалдарын сіздермен бірге оқимыз. Сіздерге кішігірім түнде ертегі бір шетінен ойланатындай оқып бергім келіп тұр. Біріншісі «Есек пен бұлбұл». Жазған Иван Крылов, аударған Абай Құнанбаев. Тойған есек шөпті оттап маңайдағы, соңырқап шатқа кетті қай-қайдағы. Тентіреп өлгені өрлеп келе жатып, жолықты бір бұлбұлға тоғайдағы. Сенбісің ақын бұлбұл, жаңа көрдім, атыңа жұрт мақтаған құмар едім. Бір сайрап берсең қалқам өзім естіп, рас па екен жұрттың сөзі сынар едім. Өнерге салды бұлбұл сонда аңыратып, шыңғыртып, шымырлатып, сорғалатып, мың түрлі күйге салып толқынтады, маңайда жан біткенді таңырқатып. Қой жатыр, қойшы тыңдап тұрды елпіреп, көзіне қып-қызыл боп жас мөлдіреп. Жел соқпай, құс шуламай, бәрі жым-жырт, әнге көңіл жіберіп тұрды елжіреп. Бұлбұл болды, тосып тұр есек сөзін. Есек жерге қаратып екі көзін. Іш пыспай-ақ тыңдарлық бар екенсің. Әттеген-ай, білмепсің әтешті өзің. Екенсің ән салуға сен дағы епті. Сері сен біраз әтеш әнін үйрен депті. Бұл сықылды сыншының сөзін естіп, көз көрмеске бұлбұл да ұшып кетті. Демеймін жұрт мақтасын, я жақсың, я жақпассың. Сөйтсе де мұндай сыншыдан Құдайым бізді сақтасын. Өзі кішкентай мысал екен. Сәл менің оқығаныма түсінбей жатсаңыздар, мен былай айтып берейін. Бір тоғайдағы барлығы бұлбұл құсты мақтап жатыр. Осы күшті өлең айтады деп. Сонда оған есек келіп, маған да ән салып берші дейді. Жақсылап өлең айтып жатса, есек сенің өлеңің маған ұнамай жатыр. Сен жақсысың, бірақ өкінішке орай әтешті білмейді екенсің. Әтеш сенен де жақсы өлең айтады деп. Жақсы өлең айтатын бұлбұлға солай оны
жақсы осындай жұртқа қандай жақсы болсаң да сен барлығына жаға алмайсың демек айтқысы келді. Енді басқасын оқиық. Ала қойлар. Бір таудағы хайуанды бір арыстан билеген патшасы екен әуел бастан. Әділ атақ алмақшы ниеті бар, ешкімді ауыртпастан, жылатпастан. Онысы рас, басында тәуір болған, сөйтсе де кімді бұзбас бақ антұрған. Алдынан жан шықпаған патшамыздың ала қойды көргенде көзі ауырған. Ала қойда кінә жоқ жүннен басқа, қойдан қашып шығыпты патша тасқа. Көрсе қаза тұрады аза бойы. Болмады бұған айла ойламасқа. Тұрды патша қайғырып уайым жеп, ала қойды болады қайткенім еп. Аю түлкі қасында уәзірлері кеңес еді оларға қайтемін деп. Қолпаң етіп орыс етіп сөйледі аю. Батыр патшам, не керек көп ойлану, қойды жан деп есіркеп кім аяйды. Ақылы ала қойдың қырып салу. Қабағын түйді арыстан сөзін ұғып. Өлтірмегім оңай-ақ қойды сығып. Өз жұртын өзі қырған патша бар ма? Жаман аттан қорқамын кетсе шығып. Бекер қан төктірмеңіз, әділ патшам. Сөкпеңіз, деді түлкі. Мен сөз айтсам, оңаша бір өзенді қойға беріп, қайраңынды семіртіп кең жайлатпасаң. Жарлықты кешіктірмей тез беріңіз, жаманды жақсыменен тең көріңіз. Ала қой қорыққаннан өзі азаяр, қойшылыққа қасқырды жіберіңіз. Қара деп қатты тапсыр ала қойда, өзгесі өсер, ол кемір, сөзіме бақ. Жақсы сөзбен біреуге тапсырған соң, жаман аттан боласыз сіз тағалы. Құп, деді, оны арыстан қабыл көрді. Қасқырға жақсы бақ деп жарлық берді. Ала түгіл ағынан тыныш бопты. Түлкінің айтқанындай қылып еді. Түлкінің айтқаны рас, жұрт ақылсыз. Көре салды қасқырдан баяғы арсыз. Ант тұрғандық түлкі мен арыстанда. Ол болмаса не қылмақ қасқыр жалғыз. Қызық екен. Бұл жерде бір хайуандар бір тауда жануарлардың барлығы бірге болды. Соларды арыстан көшін бастаған дейміз ба. Ол әрқашан әділ болғысы келді. Сіздерге мәнерлеп оқимын деп не туралы болған байқамай қалдым. Осы ала қойларды не істейміз деп сұрайды. Аю оларды өлтіреді дей ма? Сіздер бұны қалай түсіндіңіздер? Не түсіндіңіздер, жаза салыңыздар.
шегіртке мен құмырсқа. Шырылдауық шегіртке ұшып жүріп ән салған, көгалды қуып голайттап, қызықпен жүріп жазды алған. Жазды күнгі жапырақтың бірінде тамақ, бірінде үй. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті күй. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа тоңған, қарны ашқан, ойын қайда, ән қайда? Оны менен тұрмадың, қар көрінді, қыс болды, сауықшың сорлы бүкшейді, тымақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жапады, саламда жатып дән жиған құмырсқаны іздеп табады. Селкілдеп келіп жығылды, аяғына бас ұра, қарағым жылып тамақ беріп, жаз шыққанша асыра. Мұның жаным сөз емес, жаз өтерін білмеп пең, жаның үшін не шаруа, ала жаздай қалмап пең, мен өзіңдей шаруашыл, жұмсақ үйлі ме, көгалды қуып ән салып, өлеңнен қолың тиді ме? Қайтсын қолы тимепті, өлеңші, әнші, есіл ер, ала жаздай ән салсаң, селкіл ете билеп бер. Мынау шегіртке мен құмырсқа туралы барлығымыз білеміз. Шегіртке жаз бойы қыдырған, құмырсқа жұмыс істеген, қыс басталғанда шегіртке құмырсқаға барып тамақ берші дейді. Қарға мен түлкі қызық сияқты. Боқтықта талтаңдап, жан-жаққа жалтаңдап, бір қарға жүр еді, бір жатқан ірімшік көзіне түседі, көңілі өседі, ірімшікті көрінген тістеп ұшады, бір ағашқа қонды да, асықпай жемек болды да. Мазасыз қарады оңына солына, ағашқа қонып қаранып, қанатын жүнін таранып, болмақшы еді нәзмейрам, дейтін емес қу қайдан, жем іздеген бір түлкі. Кездей келді сорына, ағаштан төмен түспеген, ірімшікті тістеген қарға түсті көзіне. Қу құмар ақымақ қалың, алдап арбап соқпақ, кеңес еді өзіне, жуасып жабырқап, таң қалып таңырқап, қарады жүзіне. Қарашы залымның, бұл жұртқа мәлімінің, алдаған сөзіне. Есен сау жүрсіз бе, ақынның төресі, көп жерден белгілі, тегін құс емес. Жөніңіз, үніңіз, мұрныңыз, көзіңіз, құлаққа көп тиген, мақталған кеңес. Басынан өзгеше бітіпті денесі, көп жерден қалқамай, құмарым тарқамай, сізді іздеп келіп ем, сүйінсіп құлағын тарқасын құмарым, әніне бір салшы, асық боп келіп ем. Мақтауға ерісіп, барынша көсіліп, ырғалып қарқ етті, ірімшік жерге салп етті, тап етті, шап етті, ап кетті қу түлкі, антұрған сол тұрған, жерінде бол күлкі. Қарға мен түлкі, қарға тамақ жегісі келді, ал түлкі оны алдап сулап, тамағын алып кетті. Тағы соңғысын оқиық. Әншілер. Көршіні көрші шақырды, болды да сыйлап аз бермек, қулығын ішке жасырды, баланың әнін есіттірмек. Балалар шулап бақырды, ынтасы даусын білдірмек, қонақтың күйін қашырды, басты ауыртып көп дүрмек. Алды алдына кетеді, қосылмайды әндері, құлағынан өтеді, құр айғай салған сәндер.
япырмай көрші-ай не қылды, бас ауырды қаңғырды, құлағын басып жалынды, қойғыза көр деп құрғырды. Тамақ даусы күштікен, бекерде емес сенікі, шетсе де арақ ішпеген, есті ұлдар ғой менікі, есі шықпай мұнан да ішкен артық, қисыны жоқ қышқырған не еткен тантық. Сондағысы көршілер бір үйіне барып, сол үйіне шақырған көршінің бала-шағасы қатты шулады. Соған көршісі соны көтере алмады дейді. Соңғысы қатты не туралы айтқанын түсінбедім. Көршінің басы ауырды балдар жылағаннан. Кішкентай балдар өзі сондай дейді. Қызық, соңғы 2 жыл есі шықпай мұнанда ішкен артық, қисыны жоқ қышқырған не еткен тантық. Одан да есімді білмей ішкенім артық, осындай балдарын шулаған естігеннен деймін. Қызық, е. Сіздер каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазыңыздар. Сіздерге тағы не түсірсем болады деп күніге ойлаймын. Барлығына